талабыңыздын барлығына сай болып тұр, бірақ та бойы 174. Бірақ талабыңыздан барлығы келіп тұр. Мысалы, өмір ғой. Ол кезде ойланып көруге болады. Сіздің бойыңыз қанша? Мен бойым 175. Каблуксыз. Иә. Каблукпен. И жігіттердің 175 деп айтады ғой олар. Иә. Но менімен салыстырған кезде олар бәрібір менен кішкентай болып қала береді ма, сондай олар қосып айтады. Көрдіңіздер ғой, иә? Мен лучше қиямын, алда тұр, мен қиған жоқпын. Екі штук ет негізі. Мынандай қылып ше? Иә. Аз ғана. Иә. Қаяқтан үйренгенсің ол? Әжем үйреткен. Мен әжемнің де кішкентай несі бар, пиалайы бар. Всегда соған құйдырып үйреткен. Әжесінің қызы ғой, әжесінің қызы. Осындай барлықтарыңызға қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Қазіргі таңда менде үміткер жоқ, сол себепті өзімнің үміткерімді шақырғым келеді. Маған бойы 180-нен ұзын, жасы 20 мен 30-ның арасындағы, аяққа нық тұрған, ақыл тоқтатқан, көп сөйлемейтін, сондай ер мінезді, ер жігітті күтетін боламын. Бірлік, үміткер болып келдің. Қашаннан бері сезімің ашылды? Енді көп таныстықта болдық қой. Мен де ол жалғасты. Соңғы таныстығын тоқтағаннан кейін, жалғастырып көп қасымда отқаннан кейін көп қолдау білдірді негізі. Енді бір-біріміз танып қалдық қой. Мен тоғыз көбірек таныдым деп айта аламын. Содан кейін енді уақытты жоғалтпай. Дарина, Алмас саған қатты өкпелеп қалыпты. Жігіт ренжісе ол бір түрлі ғой, қыз ренжісе. Жоқ, ренжімедім, намысыма тиді деп тұр ғой. Намысына. Сондай кейінді керек болса, сол күні солай эфирге шыққанын көрсетейін. Мен деп тағы басқа үміткер келіп қалмай тұрғанда, өзім үміткер болып тез келіп, өзімнің сезімді. Басқа үміткерлер келген кезде қызғаныш сезімі болды ма ішіңде? Соңғы екі үміткер келген кезде чуть-чуть ұзақ асқан сыйластық көрмегеннен кейін ішінде бір қынжылу сезімі болды да, қимадым. Мен болғанда деп ойладың ба? Иә. Бірінші таныстықта болған қателіктерді енді осы таныстықта қайталамайды шығарсың. Бұйырса қайталамаймыз. Бұдан айтатын қорытынды. Жарайды, үйде жиналады, ақша да табылады. Бірақ қазіргі таңда 21 ғасыр уақытты үнемдеу, уақыт текке кетірмеу деген нәрсені әдетке айналдыру керек. Себебі қазір уақыт деген өте тез өтіп жатыр. Адамдар сол уақыттың тез өткендігінен Жоқ, ол айтты, мәселе киімде емес, мәселе сенің іс қимылыңда деді. Осылай береді ғой, мүмкін. Би емес, орындыққа отырған. Мүмкін ол артық болған шығар, бірақ та остальное сондай болды. Кешірім сұрамайсың ба? Не үшін кешірім сұраймын? Өзіңдікін дұрыс деп ойлайсың. Иә, дұрыс. барлығына үлгереміз деп выгорать етіп жатыр. Энергиялар жетпей шаршап, қалай мен үй алсам, қалай көлік алсам, қалай жетістікке жетсем деп ойлап қана қоймай, милар шаршағаннан бұрын еще физически шаршап, құлап выгорать етіп 2-3 күн эфирде жоқ болып кетеді. Одан кейін ренжіп жүреді. Неге уақыт жетпей жатыр? Уақыт деген